Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің YouTube арнамда ең оңай және тез дайындалатын салат түрін ұсынбақпын. Бұл салатқа қосылатын барлық ингредиенттер әрбір үйдің тоңазытқышынан табылады. Салатты дайындау үшін ірімшік, шұжық, краб таяқшалары, майонез және жүгері қажет болады. Алдымен шұжығымызды 4 бұрышты, яғни кубиктап турап аламыз. Шұжығымызды ыдысқа саламыз. Мұнан соң сырымызды, яғни ірімшігімізді де 4 бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Ыдысқа салып болғаннан кейін краб таяқшаларымызды дәл шұжық пен ірімшік сияқты 4 бұрышты етіп турап алып ыдысымызға салатын боламыз. Жүгеріміздің қақпағын ашып салатымызға қосамыз. Мұнан соң майонезімізді қосатын боламыз. Тұз қоспасаңыздар да болады. Егер ащыны қатты жақсы көрмейтін болсаңыздар. Өйткені ірімшік пен шұжықтың құрамында тұз бар, сол жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып, табағымызға салып столға ұсына беруімізге болады. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.